мата қиылыстарынан жасалған құрақ көрпе. Ол қазақ халқымызда ежелден келе жатқан салт. Оны қазақ халқымыз үйдің төріне қояды. Ол дәулетті қонақтарға арналған орын. Қазір кел жаныма, кел, отыр. Қазір біз осы құрақ көрпеге екеуміз осындай ою. Қызым, мынау қандай ою? Жарайсың, дұрыс айтасың. Қазір екеуміз осы құрақ көрпені безендіреміз. Сен маған көмектесесің бе? Біз әдемі ою салып, оны осылай жерге төсейміз. Сосын ол жерге дәулетті қонақтар отырады. Түсіндің бе?